Қасқыр мен сілеусін айқасында кім жеңер еді? Елестетіп көріңізші. Таң қылаң берген кезде, тау етегіндегі бұлақ басында бір қасқыр мен бір сілеусін бетпе-бет келіп қалса, не болар еді? Бұл жай ғана аңдар арасындағы кездейсоқ кездесу емес. Бұл дала мен таудың түнгі жортуылшы мен үнсіз жыртқыштың шайқасы болар еді. Қазақтың аңызында қасқыр еркіндіктің, күштің, көшпенді рухтың символы. Ол топпен аң аулайтын, өте ақылды, айлакер жыртқыш. Ал сілеусін ше? Ол жалғыз, бірақ өте қауіпті. Қимылы тым шапшаң, кейде тіпті көрінбей кететіндей. Әр қадамы дәлдікпен өлшенген. Сілеусіннің тырнақтары инедей өткір. Ол шабуыл жасағанда қарсыласына ойлануға мүмкіндік бермейді. Тек бір ысыл, бір секіріс, және бәрі біткен. Оның бұлшық еті тығыз, ал құлағындағы шашағы аңшы екенін еске салатын белгі. Ол түнде көреді. Түн оның патшалығы. Ал қасқыр ше? Ол күшімен мақтанады. Оның жақ бұлшық еті сықыр еткен сүйекті әп-сәтте үгітіп тастайды. Қасқыр жалғыз болса да, рухы жалғыз емес. Оның бойында ұжымдық аңшылықтың тәжірибесі мен табиғи стратегия бар. Енді не болмақ? Егер тау ішіндегі тастақ жерде жолдары тоғыса қалса ше? Біріншіден, бұл шайқас оңай болмайды. Қасқыр аш болса, соңына дейін айқасады. Ал сілеусін бұрышқа тірелсе ғана шабуыл жасайды. Бірақ бір шабуылы өте қауіпті. Бір қызығы, Сібірде болған бір оқиғада қасқыр мен сілеусін орман ішінде бір-бірін байқамай қалады. Қасқыр сілеусінді қуғанмен арты жарақатпен аяқталады. Куәгерлер айтуынша сілеусін оның көзін тырнап жіберіп, өзі ізін суытып кеткен. Бірақ келесі күні сілеусіннің өлігі табылыпты, қасқыр тістеп өлтіргенге ұқсайды. Екеуі бір-бірін құртып тынған. Ғалымдар не дейді? Биологтардың айтуынша, дене массасы жағынан екеуі шамалас болғанымен, қасқырдың жауынгерлік тәжірибесі көп. Ол көшпенді аңшы. Ал сілеусін торуылдаушы. Бірі майдангер болса, бірі мерген. Егер шайқас ашық алаңда болса, қасқырға мүмкіндік көп. Ал орманды, бұтақты жерде сілеусіннің жеңуі ықтимал. Бірақ бәрінен қызығы, кей елдерде бұл екі аң арнайы ареналарда төбелестірілген. Қасқыр жеңген де, жеңілген де. Бір рет Ресейде сілеусіннің мойнын бір тістегеннен кейін, қасқыр оны тып-типыл етіп тастаған дейді. Бірақ сол жерде отырған аңшының айтуынша, сілеусін қасқырдың бетін жыртып, жарты жылға дейін аңшылық қабілетінен айырған. Бұл шайқастың нақты жеңімпазы кім екенін айту қиын. Себебі бұл тек күш емес, стратегия шайқасы. Тарихта кім көп тірі қалған? Әрине, қасқыр. Сілеусін сирек кездеседі. Бірақ сол сиректік оның құдіретін арттыра түседі. Ал енді өзің ойланып көр, егер қасқыр мен сілеусін бір-бірімен шын шайқасса, сен кімге бәс тігесің? Көшпенді рух па, әлде көлеңкедегі жыртқыш па?